Бисмилла. Енді және де әлеумет желідегі болып жатқан оқиғаларды алып қарайықшы. Адамдар әлемді әлеумет желіден танитын болды ғой, сырттан емес. Сондай кезде әлеумет желіде мынандай оқиғалар кездесіп қалады. Енді мысалы әйел балаларына байланысты мен орамалымды шештім. Енді осы жерге тоқтайық. Орамал әуел баста не үшін киілген болатын болса, соған байланысты. Оның шешілу, шешілмеуі. Егер кімде-кім орамалды таққандағы мақсаты өзін жоқтан бар еткен, судан қан еткен, тәнге жан берген, адам еткен, сол бақытты болсын деп пайғамбар жіберген, сол бақытты болсын деп Құран түсірген, Аллахтың разылығын табайын, Аллахтың бұйрығын орындайын деп тағылған орамал болатын болса, бұл орамалдың шешілуі қиын. Иманы кетпейінше орамал шешілмейді. Жалпы бастағы орамал екі себептен тағылады. Жүрегінде иманның орамалы болғаннан кейін басқа орамал тағылады. Екіншісі, бұл орамал өзгелерге бір жақсы көріну мақсатында, иманды сияқты, адамдар соны орамал таққан кезде оған бір жақсы сөздер айтқандығына байланысты таққан болуы мүмкін. Бірақ адамдар оны мақтаған кезде орамал түспейді де, адамдар даттаған кезде, діннің қадірі қайта бастаған кезде, қоғам дінді қажет еткен кезде ол орамал шешіліп қалады. Сол үшін ешкімнің жүрегіне кірмейміз, бірақтан және де осы жерде бір нәрсені айта кетейік. Енді жаңағы Құранда келген сияқты Аллах Тағаланың әйелге бұйырған нәрсесі ғой, орамалдарын төбесінен төгіп кеудесіне басып кисін дейді. Бұл әйелдің ұятының көркінің бар екенін көрсетеді. Қазақта да бар, талдың көркі жапырақ, адамның көркі шүберек деп қояды. Енді осы жерде айтатын нәрсе, орамал тағу, шешу өз ықтиярында, одан да қорқынышты нәрселердің болатындығын пайғамбарымыз хадисінде айтып кеткен. Орамалдан да қорқынышты нәрселер болатынын айтып кеткен. Қандай нәрсе? Ақыр заманның келгенін көресің дейді. Сонда бір фитна болады дейді. Қақиталлейл музлим, қап-қара түнек сияқты фитналар келеді дейді. Сонда дейді, бір адамды көресің дейді, юсбиху муъминан ва юмси кафиран. Ол азанда мұсылман болады, кешке қарасаң кәпір дейді. Ва юмси муъминан ва юсбиху кафиран. Кешке қарасаң мұсылман, азанда кәпір дейді. Яғни діннен шығу сондай тез болып қалады. Кейін пайғамбарымыз түсіндіреді. Ябиу динаху би'аради минат дуния. Ол кезде адамдардың ішінде дінін дүниеге сататындар бар болады дейді. Өйткені дінмен жүру оған айтқан кезде пайда әкелмейтін болып қалды. Ал Аллахтың разылығын іздеу бірінші орында тұрған жоқ. Дүниені іздеу бірінші орында тұрғаннан кейін оларға дінді де тастау, орамалды шешу жеңіл болып қалады. Енді екінші жағы бар. Бұл енді олар ешкім жүрегіне кірмейміз, өздері біле жатар. Адамға біз төрешіміз, тек қана бар нәрсені айтушымыз. Екіншісі, енді қарап отырған адамдар. Біреу орамал шешті. Адамдар мынандай болады. Біреулер дінде жүр, Аллах Тағаланың разылығын табам деп және дінде жүр. Ал екіншісі, мына адам намаз оқып еді, орамал тағып еді, жұмысы жүріп кетті. Атақты болып кетті. Деп соған подписка жазып, соған қызығып соғына жүргенді. Бірақ та орамалын шешіп еді, ол да шеше қалды. Ол адамдар өзінің жеке ойы жоқ, өзінің ұстанымы жоқ, тек қана бұларды Құранның тілінде табиун дейді. Соқыр ілесуші адамдар дейді. Ал дін дегеніміз бұл тазалықты талап етеді. Дін деген парасаттылықты талап етеді. Дін деген табандылықты талап етеді. Сол үшін шынымен де бұл қоғамда болып отқан нәрселерге адам баласы қарау керек. Сен әлеуметтік желіге қарамайсың, әлем жаратқан Раббыңның разылығын қарау керек. Сен бұл айтқанда өзің лайық іздеу емес, Аллахқа лайықты болуды қарау керек, адамзат атына лайықты болуды мән беру керек. Сонда ертең және де естен шығармайтын нәрсе, бүгін дүниеден ертең дүниеден өтіп кетеміз. Аллахтың алдында тұрамыз, сонда адамдардың пікірі бізге ештеңе шешпейді. Аллахтың үкімі шешетін болады. Мынау уақытша дүние, ана жақта мәңгілік. Сендердің қасындағы нәрсенің бәрі таусылады, сендердегі нәрселер. Аллахтың қасындағы дүние мәңгілік дейді.
Яғни мұсылман да өтеді, Аллахқа раббысына қайтады. Мұсылман емес те өтеді, дінін дұрыстаған да, бұрыстаған да өтеді. Бірақ ар жақта адамдардың дәрежесі оның сабыр қылған, сабырмағанына байланысты өлшенеді. Сол үшін жәннатқа кіретін адамдарды періштелер қандай сөзбен қарсы алады? Олар қарсы алатын сөздері сендердің бима собартум. Саламун алейкум бима собартум. Сендерге Аллахтан үлкен бір тыныштық болсын, сабыр еткендерің үшін дейді. Дін сабырлықты талап етеді.